Жолдан шұңқыр көрсеңіз, тауарлар мен қызметтерге көңіліңіз толмаса, түнде көшеден жарық шамдары жанбай тұрғанын көрсеңіз, мемлекеттік мекемелердің есігін қағып жүрудің қажеті жоқ. Міне осындай жағдайларда кімге, қалай айтамын, мекен-жайы қайда еді деп іздеп жүрмейсіз. Дәл осы жерде тұрып-ақ суретке түсіресіз де, e-өтініш порталы арқылы арнайы мемлекеттік мекемелерге тікелей жолдап жібере аласыз. Мен қазір сіздерге e-өтініш порталына қалай кіру керектігін, арыз, шағым, өтінішті қалай жіберу керек, өтінішке берілген жауапты қалай көруге болады, өтінішті өзгертіп қалай кері қайтарып алуға болады. Осының барлығын түсіндіріп үйрететін боламын. Порталға телефоныңызда бар кез келген браузер арқылы кіре аласыздар. Олар Google, Chrome, Safari болуы мүмкін. Немесе e-gov қосымшасы арқылы кіре аласыздар. e-gov қосымшасын App Store немесе Play Market'тен жүктеп ала аласыздар. Мен қазір сіздерге e-gov қосымшасы арқылы кіріп көрсетемін. e-gov қосымшасына кіреміз. Сол жағында кіру, тіркелу деген жерді басамыз. Содан кейін ETSC-ны пайдалану немесе жаңа ETSC-ны шығару деп тұрады. Жаңа ETSC-ны шығару дегенді басасыздар. Содан кейін кіру батырмасын басасыз. Содан кейін телефон номеріңізді, күнделікті ұстанып жүрген телефон номеріңізді жазасыздар. Жазғаннан кейін код, SMS код келеді сіздерге. Рұқсат беру батырмасын басасыздар. Код келгеннен кейін, содан кейін сіздер арнайы ережелер арқылы бейнебақылаудан өтесіздер. Алыста, жақында десе, жақындап, алыстап бейнебақылаудан өттік. Келесі рұқсат беру батырмасын басамыз. Рұқсат беру батырмасын басқаннан кейін жалғастыру. Бұл жерде сіз пароліңізді өзгерте аласыз, немесе сол парольді копировать етіп алуға болады. Және жылдам қол жеткізу кодын жазасыз. Өзіңізге ыңғайлы жылдам қол жеткізу кодын. Содан кейін e-gov порталына кірдік. Енді осы жерде қызметтер деген жерде e-өтініш ең бірінші тұрады. Соны басамыз. E-өтініш порталына кіргеннен кейін өтініш беру. Егер өтініш бергіңіз келсе, өтініш беру батырмасын басасыз. Содан кейін кодекс түрін таңдайсыз. Бұл жерде кодекс түрін таңдаған кезде, мына жерде сұрақ белгісін таңдап, осы жерде кодекстің қандай мағынасын анықтамасын айтып беретін болады. Мысалы ретінде мен әкімшілік рәсімдік процестік кодексті таңдадым. Өтініш түрі әдетте арыз, қандай өтініш, хабар, ұсыныс, үн қосу. Мен қазір арызды таңдадым. Содан кейін мемлекеттік органды таңдайсыз. Мысалы Астана қаласы, Нұра ауданы деп алайық. Міне осы жердегі шыққан мемлекеттік мекемелер, сол жерде орналасқан мемлекеттік мекемелер шықты. Нұра ауданы әкімінің аппаратты мемлекеттік мекемесін алдым. Содан кейін сипаттама деген жерге өтінішіңізді сипаттап жазасыз. Мысалы менің үйім апаттық жағдайда тұр, ыстық су жоқ, шатырдан су ағады, пәтер иелері кооперативі бұл мәселені шешуден, тексеруден қашады, тексеруді ұйымдастыруды және қажетті шараларды қабылдауды сұраймын деп сипаттамаға жазғаннан кейін картадан көрсетесіз өзіңіздің тұрған жеріңізді. Содан кейін файлдар деген жерге өзіңіздің бейнебаяндар болатын болса, оқиға орнынан соны тіркеп, суретіңізді, бейнебаяныңызды, бейнеңізді жібере аласыздар. Содан кейін нақты тұрғылықты жеріңізді жазасыздар. Мысалы Астана қаласы, Нұра ауданы, 48-ші пәтер, 1-ші подъезд деп өздеріңіздің мекен-жайларыңызды жазасыздар. Сосын SMS алу түрі, мемлекеттік тіл немесе орыс тілі, өзіңізге ыңғайлы тілді таңдайсыз. Сосын осы жердегі сервис пайдаланушы ретінде құпиялық саясатпен келісемін деген қоясыздар, сосын қол қоясыздар да жібересіздер. Міне осы секілді басқа да өтініш, арыз, шағымдарыңыз болса, дәл осылай жіберетін боласыздар. Айта кететін жайт, егер қандай да бір мәселеңізді шешу үшін мемлекеттік мекемеге өтініш жолдаған кезде, мемлекеттік мекеме сіздің көңіліңізден шықпайтын әкімшілік акт шығарса, сол мекемеден жоғары тұрған органға арыз, шағым қалдыра аласыздар. Ал мемлекеттік мекеме еш шара қолданбаса, онда сіздер сотқа жүгіне аласыздар.